Кішекет той жата. Мен дауысым естіліп тұрмын вообще? Чәрет. Армысың қазақ елі. Күлтегін ескерткішінде көне түркі руна жазбасымен былай айтылған екен. Аспанда көк тәңірі, төменде жер ана, ал ортасында адам баласы жаратылды деген. Ал бүгінгі қазақтарда оған ұқсас аспанда құдай, жерде мұнай, ал ортасында адай деген сөзді естіген шығарсыздар. Енді біз бүгін адайлардың мекені Маңғыстауға келіп жатырмыз. Біздің келуіміздің себебі, мен артында көріп тұрғаныңыздай, Адай ата кесенесі. Осы жерде Адай руының барша өкілдері бірге жиналып, 13 наурызда жыл сайын көрісу, немесе амал мерекесін тойлайды екен. Ол негізі өте қызық бір өзгеше дәстүр. Басқа қазақ өңірлерінде ондай нәрсе көп кездесе бермейді. Және жалпы қазақтар, менің байқауымша, ол туралы көп біле бермейді екен. Сол үшін жалпы Қазақстанға осыны көрсетейін деп, ерекшеліктерін айтайын деп, мен осы жерге келіп жатырмын. Ал бүгінгі шығарылым қызық болатын сияқты. Кеттік, бастайық, қарайық, сұрайық адамдардан. Биыл кәдімгідей үлкен масштабта өтіп жатыр екен. Палаудың иісі сезіліп тұр. Қазір біз түскі астың уақытына келген сияқтымыз. Енді бүгін өздерінің программасы бар, кестесі 2 күн бойы өтеді. Бүгін кешке қарай анау Адай ата кесенесінің жанында өздерінің от жағатын жері бар. Сол жерде бірлік оты дейді, немесе ұран оты дейді. Соны бір-біріне отты табыстап, төбеге осылай жеткізіп, сол отты жағады екен. Мынау жердегі әр киіз үй Адай атаның белгілі бір ұрпақтары тігіп отқан киіз үйлер екен. Бірақ басқаларына қарағанда Тобыш ата ұрпақтарының киіз үйлері көбірек. Себебі биыл нақты Тобыш ата ұрпақтары ұйымдастырып жатыр. Қазір осы киіз үйлердің біреуіне кіріп көрейік, ішінде не бар екенін қарап. Киіз үйдің ішін көрсетіп жіберейін дегенбіз ғой. Адамдарға бөгет етпей қойық. Тыныш тамақ ішіп отыра берсін. Қазір бір түсіріп бастасақ, ыңғайсыз болады сияқты. Биыл адамдар өте көп жиналыпты. Бұлардың енді 99%-ы адайлықтар деп ойлаймын. Адай руының адамдар. Негізі Адай руы, негізі Қазақстанда кәдімгідей мафия сияқты. Мысалы, Японияда Якудза деген бар ғой. Сол сияқты Қазақстанда Адай руы өзінің бір заңдылықтары, өздерінің бір дәстүрлері, осындай мейрамдары болып тұрады. Мына жерден көрінбейді. Адайлықтардың өздеріне салып қойған мұражайлары да бар. Оны да біз көреміз, көп ұзамай. Мұнан да қараңыздар, Республика партиясы қазірге сайлауға қатысып жатқан адамдардың жиналғанын қолданып, осындай насихат жүргізіп жатыр екен. Өте көп Республика партиясының өкілдері, машиналары толып тұр мына жерде. Осындай бір қызық болып тұрады екен. Мен былтыр болдым да осы жерде. Ана жерде от жағады екен. Бұл от жағудан осы адамдар жиналудың негізгі мағынасы неде? Кезінде ежелгі тарих бойынша көшпенділер оңтүстіктен шығыстан жау келатқан кезде біздің ежелгі осындай көшпенді халық жоғары барып от жағады. Соның таудың аты отпан деп аталады. От жағады сигнал, жан-жаққа ағайындарға сигнал. Жау келатыр деген сөз, жауға әскер жинау керек сөз. Сол әскер дайын тұрады. Ал қазір жау шауып жатқан жоқ қой? Жау шауып жатқан жоқ, оның орнына қазір бірлік отын жағады. Ассалаумағалейкум. Мына жерге қожа ауыл деп қойыпты бұл. Осы қожа ауыл. Қожалар ма? Сіздер қожаларсыздар ма сен? Маңғыстаудың қожасымыз біздер. Мынау намаз қара, мынау шай қара, мынау ет жейтін. Айта берің оралға. Мен де қожамын ғой, сол үшін келіп жатыр ғой. Амандас енді адамдар. Ассалаумағалейкум деп құшаққа. Явно Маңғыстаудың адам емессің ғой. Маңғыстаудың емеспін. Онда ішке түсірің. Бүйтіп үркіп тұрғанға қарағанда. Қараған тумасым Жанарқа. Еліміз аман болсын, жұртымыз тыныш болсын. Өйстіп жылдан жылға жете берейік. Әумин, айтқаныңыз келсін. Ал енді жүр бір аяқ шай ішесің. Жүріңіз, көрейік. Кейде мына қожаның ауылынан мынау сізге бірақ қожа ағайындардың атынан қол өрнені саған арнайы сый сепет. Рахмет. Кәмпит салып, не салып, Сізге берген сізге подаркасы. Рахмет. Толсын сый.
мынау Қарағандыдан, Астанадан, Алматыдан ағайындар келіп жатыр. Ішіңдер, жеңдер, ойнаңдар, күліңдер. Мерекеге жалғаса берсін. Әмин, Аллах акбар. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Жастарың құтты болсын. Әмин, Аллах акбар. Барлығын қош келдіңдер, аман болыңдар, сау болыңдар. Жылдан жылға аман сау жете беріңдер. Ауызымыз бір болсын, тек жылдан жылға аман есен жете берейік. Ал мына жерде жаңағындай ұран отын жағатын жердің дәл жанында тастар, жай ғана тастар емес, бұл көне ғибадатхананың құдықтары. Мына жерде көріп тұрғаныңыздай екі бөлмесі бар. Бұл жерде осыдан бірнеше ғасыр бұрын, бірнеше ғасыр бойы дәл қазіргідей осы жерге отты көтеріп, мына жерде жағып жүрген екен. Қонақтарды қарсы алу сияқты. Ал біз қазір Адай руының мұражайына кіріп жатырмыз. Білмеймін, басқа рулардың мұражайы көрмеппін бұған дейін, тек қана Адай руында ғана бар шығар мұражай. Ішінде бір жиын болып жатыр екен. Мына жерде бір ресми жиын болып жатқан сияқты. Анау жерде төрде Сабрадай деген кісі отыр. Не талқылап жатыр екен. Шетелдік қонақтар да отыр, Түркиядан келген, басқа мемлекеттерді көріп тұрған жоқпын әзірше. Ақсақалдардың кәдімгідей құрылтай болып жатқан сияқты. Ал жиын өтіп жатқанша біз ішін аралап шығайық. Мына жерде біздің қалқан жұмысты танып тұрмын. Бұл Алматыдағы біздің достарымыз Құлменов ұсталардың жұмысына ұқсап тұр. Солардікі шығар. Мына жерде әртүрлі репрессия құрбандарына арналған қабырғаға салынған суреттер кәдімгідей. Неше түрлі қызық бар екен мына жерде. Домбыралар, Қараман-атадағы абдасы дейді. Кәдімгідей толыққанды мұражай десек болады. Мына жердегі кәдімгі тарихи жәдігерлер іліп қойған. Тас дәуірінен қалған тарихи жәдігерлердің өзі. Негізі шынымды айтсам, бұл жерге былтыр келген кезде бұл мұражай сәл басқаша болған сияқты. Ол демек жылдан жылға дамып келе жатыр деген сөз. Ішіне жаңа тарихи жәдігерлер, жаңа экспонаттар, жаңа дизайн қосып, бұны одан сайын көркейтіп жатқан көрінеді. Төмен жаққа түстік, шаршап кеттік, ан жаққа көтеріліп түсеміз дегенше, ала ыстық болып кетті. Мына жерде көкпар ойнайтын шабандоз жігіттер жиналып қапты. Көкпар ойнайын деп жатыр ма? Жоқ, аударыспақ ойнайды да жерде. Осы жерде ма? Бұл жігіттер көкпар ойнайтын жігіттер емес, аударыспақ ойнайтын жігіттер екен. Қазір осы жерде аударыспақ ойнайтын болады. Аударыспақ қарамайсың. Жүр, артынан қарап жақындап тұршы анан. Ал бағдарлама бойынша қазір Жыңғылды деген, Жыңғылды ғой, Жыңғылды ауылының жанында көкпар, аударыспақ деген тағы да басқа да спорттық ойындар өтейін деп жатыр. Біз енді жаңағы шабандоздардың артынан машинамен кетіп бара жатырмыз. Көреміз деген үміттеміз енді солардың артынан. Бүкіл адамдар машинасына отырып сол жаққа тартты қазір. Ал достар, кесте бойынша қазір осы уақытта көкпар болады деді. Бағана атбегілерге барып сұрасақ, олар бізге аударыспақ болады деді. Ақырында мына жерге келіп тұрсақ, бұл жерде ат бәйге болып жатыр. Қызық жағдай енді. Бірақ өте әдемі локация, ландшафт керемет. Ал енді ат бәйгені барып қарайық жарыста. Бір қызығы бәйгелерде негізінен шабандоздар кішкентай 7-8 жасар балалар. Олардың салмағы аз болғандықтан шығар. Бірақ үлкен кісілер көбінесе бәйге шаппайды. Оны жаңағы өздері атты баптайтын адамдардың өздерінің балалары, кенжелері осы бәйгеде шабады екен. Біліп жүресіздер енді. Әр бері жүріп көтеріліп түсеміз деп
Жаман шашып шалдық қалдық қой. Сөйтсек бағандан бері іздеп жүрген аударыспақ анау төмен жақта жатыр екен. Біз жаңа ғана көтеріліп келдік. Енді осы жерден қарап көрейік былайына жақындатып. Бұл жерде аударыспақ та, бәйге де, көкпар да, бүкіл жерде ақшалай жүлде бар екен. Осы адай руының әр түтіннен, яғни әр отбасынан 10-20 мың теңгеден жинап, барлығы бір ортақ бюджет жинайды. Сол ақшаға осының барлығын өткізеді. Соның қатарында жаңағы бәйгеге қатысқан, аударыспаққа, көкпарға қатысқандардың жүлделері тіпті 1,5 миллионға дейін де жетіп жатыр екен. Асық ойнаватсыңдар ма? Иә. Қайдан білесіңдер асық ойнауды? Ауылдың балаларсыңдар ма не? Иә. Қай ауылдан? Қазақ ауылдан. Қандай шарт бойынша? 2 асық басыңдар же? Ә? 2 асық па? Ол 3 асық ойналынады. Неше адам болады? Неше асық болады сонда? Үшеуін ойнаватсыңдар ма не сонда? 3 адам болса 3 асық болады. Анау кеудендегі қандай белгі? Ә? Мынау не деген белгі? Ма? Аха. Қойшы, не үшін киіп жүрсің онда? Қайдағы Маңғыстау? Адай. Ой, адайдың белгісі ол емес қой. Сен арқанда шеркеш деп тұр, е? Мына арқанда жүрсің жүр. Арқанда шеркеш деп тұр. Мынау не деген белгі сонда? Шеркеш. Шеркештің таңбасы ма? Иә. Точно ма, жігіттік сөз ба? Жігіт сөз. Байқа қазір көрермендер арасында шеркештер бар, ұрысып жүрмесін саған ертең. Ассалаумағалейкум. Қалайсың, амансың ба? Аман, сен сауықтарың? Жақсы. Саған тіркеліп тұрмын. Таз деген ауыл. Жалпы адайдың шешесі қайтыс болған кезде, әкесі қайтыс болған кезде Таздың шешесі соның бауырына алып Таз екеуін бірге емізген. Иә, білемін ғой. Сондықтан екеуміз ағайынбыз. Мынау Шеркеш дейтін, мынау 12 ата байлың ішіндегі ең үлкен болған соң бірінші келіп тұр. Екінші адайлар бізді сыйлап, екінші қойып отырды, түсініңіз ба? Ассалаумағалейкум. Қазір от таситын жігіттер білмейсіздер ма, кімдер? Сіздер ма? Біреу сұхбат беріп жер ала ма? Не сұхбат беріп? Осы рәсім туралы, амал туралы, бұның мағынасы туралы жалпы. Не үшін сіздер оны бір-бірлеріңізге беріп, әрі жаққа көтересіздер? Ана бір бастап жүргені бар еді, кім екен? Мына жерден жағады да қазір. Бір адам апарып ұстамайды да отты. Оны кезек-кезекпен бір-біріне беріп отырып, бұл енді бірлік оты деген мағына бұл жерде ауызбіршілікті білдіреді ғой сірә. Сосын енді менің ойымша, мен де білетін шамалы, менің ойымша осы ағайынның бірлігі дәл осылай тұтас болсын деген мағынада бір-бірінен ажыратпай осы ұрпақтан ұрпақ осылай жалғаса берсін деген мағынада шығар деп ойлаймын. Бізге қазір тез арада анау таудың төбесіне көтерілу керек. Бірақ жаңағындай жаяу көтерілсек, біздің аяғымыздан аяқ қалмайтын сияқты күніне 2 рет. Сол үшін біз қазір журналистерге арналған, прессаға арналған машинаны іздестірудеміз. Машинамен шығуға үміттеніп жатырмыз. Соңғы уақытта табылады ғой, осылай күні бойы іздеп жүрсек те. Ал достар, бүгінгі күннің ең маңызды сәті келіп жетті. Ол ұран отын, немесе бүгінгі айтатындай бірлік отын жағу. Соны көру үшін және сіздерге көрсету үшін біз қазір Отпан таудың басына келіп жатырмыз. Оны қазір сағат 7:30-да жағады деген төмен жақта. Қазір 5 минуттан кейін жағу керек. Осы жақтан тұрып енді біздің объективпен түсіріп көрейік. Төмен жақта түсіретін адам жоқ қазір. Отаға түсу бүгін қатты бөгет болып жатыр бізге жұмыс істеуге. Ал от жаққан жоқ сияқты әлі. Мына жерін дұрыс көрінбейді ғой.
достар, көптен күткен ұран оты, бірлік оты жағылды. Өздеріңіз ғана көргенде эмоциялар, мына жерге жиналған адамдар адай, алаш, аруақ деп айқайлап, керемет бір атмосфера, бір қалай айтсам болады енді сөзбен жеткізе алмай жатырмын, бірақ мына жерде сезінген жаңағы вибрациялардан барлығы кәдімгідей бір рухты көтеретін, білмеймін қалай айтатынымды достар. Өздеріңіз барлығын көріп отырсыздар. Мінекей өздеріңіз көріп тұрсыздар, әлі жешеге жанып тұр. Осы оттың жанғаны бүкіл Маңғыстау халқының бірлігінің символы ретінде жанып тұр деп айтуға болады. Адай ата кесенесі ашылыпты. Жүріңіздер үшін көрейік. Алдағы айтқандай, бұл негізі кесене емес, кинотаф деп аталады. Яғни оның ішінде адамның сүйектері жоқ. Бұл жай ғана символ ретінде орнатылған нәрсе. Жүріп кетті көрейік. Беріксін. Жомарт ағай, осы Адай ата кесенесі дейді, бірақ бұл жерде негізі Адай атаның сүйегі жатқан жоқ қой, иә? Адай атаның сүйегі жоқ, бұл жерде бірақ Адай атаның тұрпаты бар. Тұрпаты қалай? Тұрпаты деп айтылады. Кейін мысалы түрк елдерінде, Түркияда мақамдап айтады. Ондай нәрсе бар, мұсылманда. Адай атаның мысалға рухына арнап, ескерткіш орнатылған. Рухқа ешқандай кедергі жоқ. Әр уақытқа ешқандай кедергі жоқ. Сондықтан да Адай атаның осы жерде жатыр деп есепке алып, ал мынаның ішінде не нәрсе бар сонда? Ішінде жоқ, бұл енді не ғой? Ішіне салған мынау енді әдейі арнайы жасатқан, алтын жаратылған көрдіңіз бе? Мынаның бәрі мынау енді мынау Ресейден арнайы жасаттырып, осы мынау космоста пайдаланатын материалдан істелген. Сонда сынып қалмайды ешқашан? Иә, ол шамалға сынбайды, және мынау оңбайды. Үстінде күмбездер де жан жақта үлкен күмбез, екі жақта екі кішкентай күмбез, екі мұнарадағы көрдіңіздер ғой. Мына кесененің үстінде үлкен күмбез бәрі де осы материалдан жасалған. Бұлар Ресейде космоста пайдаланады екен. Бұның төзімділігі, сосын жаңағы краскасының бояуының оңбайтындығы, сондықтан соған бола адай жасатқан. Мынаған қазір келіп адамдар осыны сүйіп, құшақтап жатыр да. Оның ішінде дін жоқ болса, онда не үшін дейді онда? Енді ол әркімнің сенімі ғой. Әркімнің сенімі ол оны сен мынаған табынба, әйтпе, бүйтпе дей алмайды. Ол дамыған емес деп есептеймін енді ол. Адай атаға деген құрметі деп есептеймін енді. Ол енді бұндан қалған сеніміміз ғой біздің. 13-14 наурызда Ақтаудан Отпантауға қарай акимат жақтан, жалпы қаланың ішінен неше түрлі автобустар жүреді екен. Нормально. Сол автобустың біреуін тауып алып қазір бара жатырмыз. Сосын Қарағандыдан келген бір блогер ағай бар. Түркменнің жауынгерлері мен қазақтың Адайдың жауынгерлері жиналып, Бекет атаны шақырып сол жерге анттасады. Маңғыстауда мереке барлық жерде өтіп жатқан сияқты. Жолдағы магазинге тұрсақ, бұл жерде қымыз ба? Наурыз көже құйып жатыр екен. Керемет, барлық жерде мереке сезіліп тұр. Ал жыл құтты болсын достар. Бүгін көрісу мейрамының екінші күні 14 наурыз. Біз Отпантауға тағы келіп жатырмыз. Бүгін адамдар бірнеше есе көп келіпті. Өздеріңіз көріп тұрғанда артында мыңдаған машина жиналып қалған. Бүгін енді ауа райы суындық болып тұр. Кәдімгідей қатты жел. Бұрын орта ғасырларда Маңғыстау жаққа келген шетелдік тарихшылар жазатын. Қазақтар қыста да жазда да бірдей киіммен жүреді деп. Оны бұрын түсінбейтін, енді бүгін түсініп жатырмын. Мысалы, мына киіммен мен қыста 40 градус аязда ештеңе елеңдемей жылуда жүре беретін едім. Ал қазір жазғы тұрада күн шығып тұрса да, мынау желдің кесірінен кәдімгідей қатып жатырмын. Ал енді бүгін көрісу мейрамы қалай өтіп жатқанын бірге барып қарайық. Оған қоса неше түрлі қызықты мәліметтерді біліп жатасыздар. Кеттік. Көрісу мейрамы енді өздеріңіз білетіндей, қыс бойы қыстауда жатып көріспеген қазақ туысқандар осы 13-14 наурызда наурызға дейін, 22 наурызға дейін бір апта бойы көрісіп, сәлемдесіп,
осындай бір дәстүр бар бізде. Қырдағы қазақтар мен сайдағы қазақтар көрсетеді. Ал енді осы күні көп қазақтар біле бермейтін шығар. Барлығы бір-біріне жыл құтты болсын, немесе бір жасың құтты болсын деп, екі қолдап амандасып құттықтап жатады. Ол сөздің мағынасы негізі тіпті осылай амандасып жүретін қазақтардың көбісі түсінбейді. Негізі ертеде бүгінгі дейді туған күнді әрқайсысы өзі жеке тойламайтын. Бұрында біздің дәстүрде 13-14 наурызда барлығына бір жас қосылады деп саналған. Яғни егерде бала наурызда емес, қыста туылса да, осы 14 наурызда оған бір жас қосылады екен. Яғни бүкіл халық бірігіп 14 наурызда барлығына бір жас қосылып, осы барлығының былайша айтқанда туған күнін бірге тойлайтын болған екен. Сол үшін 14 наурызда бір жасың құтты болсын, немесе жылың құтты болсын деп бір-бірін құттықтап жүреді. Енді біліп жүресіздер сіздер де. Саналарың өсе берсін, саналы болың. Мына салт дәстүрге қарай қызмет жасаң. Алда қуат берсін. Ақша деген жерде төгіліп жатыр, соны теруге ерінбек. Қызмет жасасаң ақша көп. Ал жыл құтты болсын. Қалай жағдай? Жылдарыңыз құтты болсын. Құтты болсын. Ол жайлап амансыз. Тамақтанып ал. Бұл жерде 2005-те екен осы мына Адай-атаға мына осындай не салу, кешене салу ісі басталды сол. Әуел газеттерде жарияланып, сосын артынан енді осындай жаңағы Адай-атаның басына тұрпатын жасап, сол тау өтетін жер қалып осында ұйымдасып жатыр ғой енді. Адай-ата Отпантау тарихи мәдени кешені деп аталады. Менің жасым 60-8-інде, содан бері қарата осы жерге келіп жүреміз әйтеуір жыл сайын. Мынау 2005-тен бастап ұран отын, бірлік отын жағып жатсыздар. Ал оған дейін бұл жерде от жағу рәсімі болды ма? Оған дейін айтып отырмын ғой, баяғы ана жаугершілік заманда. Сіздің жастық кезеңіңізде? Жоқ, ондай жастық кезеңімізде болған жоқ. Сол жаңағы кесене салынғаннан кейін қайта жалғасы жағылуы. Сонда Кеңес одағында тоқтап қалды ғой бұл дәстүр, иә? Тоқтап қалды, иә. Тарихшылардың арасында осындай пікір бар. Адайлардың жағып жүрген ұран оты, ол көне бұрында түркі бабаларымыз ұстанған Зороастризм дінінен қалған дәстүр дейді, ол жақта да от жағатын. Ол туралы естігенсіз бе? Жоқ, бұл деген бірлік отын жағу деген бірлік адамдарды біріктіру деген еді мағынада. Соны енді кешеден бері осы жерде Адай ағайлар айтып жатыр да, бірақ мына жерге мынаны байқап қалдым мен. Мына жерге осы Зороастризмнің жаңағы от жағуын Ирандағысын көрсетіп қойыпты да. Демек сонда бір жағынан соған да бір байланысы болып тұрғаны ма? Ол от деген ол жылына тамағын пісіреді, басқа қылады, өйтер сол отқа табынған ғой. Бұл ар жағы біріктіру деген сөз. Айналасында отырып отбасы жиналады, иә? Иә, әрине, оттың айналасында жиналып отырады. Ол жақсылық нысаны деп білем. Көне Зороастризмге ешқандай қатысы жоқ, тек қана осы өзінің қазақи бірліктің символы ретінде ғана қабылдайсыздар, иә? Әрине. Ал достар, Маңғыстауда 2 күн өткізіп, осы керемет, әдемі, амал көрісу мейрамына куә болып отырмыз. Маңғыстау деген енді өте керемет әсер қалдырып жатыр. Бұл жердің халқы нағыз қонақ жайлық, бір-біріне деген сыйластық деген біздің ерекше қасиеттеріміз сақталған жер екен. Өте риза болдым. Осы жердің халқына кіші жүз мәңгі жүректе қалады деп ойлаймын. Ал енді осы амал мерекесі, көрісу, наурыз деп жатамыз. Барлығы нағыз қазақтың, түркі елінің жаңа жылы. Жаңа жыл енді баршамызға құтты болсын. Осы секілді әдемі дәстүрлі мейрамдарымыз барша қазақ еліне ортақ болсын деп тілеймін. Басқа өңірлерде өз жалғасын таба берсін. Ал сіздерге соңына дейін қарағандарыңыз үшін мың алғыс. Келесі видеода көріскенше сау болыңыздар.